Шешемнің халі күрт түсіп кетті. Далаға әрең шығады. Төсегі қаңылтыр пештің түбіне жерге салынған. Күндіз-түні ыңыранып жатады да қояды. От жанғанда қаңылтыр пеш қызып кетеді де терлейді. От сөнсе тез суиды да, жаңа ғана балбырап, терлеп жатқан анам енді тоңази бастайды. Сөйтіп, аса жайсыз жағдайда жатқандықтан ауруына ауру жамала берді. Шешемнің қойнында күндіз-түні жылаудан жағы сембейтін Тұрлыбек. Ауру ананың құр сүлде шандырмамасын сүліктей қадалып, сорудан ол да жалықпайды. Бибіжамал жеңгем өзінің шектен шыққан ластығына қарамастан Тұрдыбектен сондай жиренгіш. Баланың жүргек жаялығын төсегінде ыңыранып отырып, шешем өзі жуып тазалайды. Шешемнің халі төмендеген сайын үй ішінде үлкендер менен жасыруға тырысатын құпия бір әбігер кіре бастады. Олардың өзара күбір-сыбыры көбейді. Әңгімелерінің шет-жағасын кейде құлағым шалып естіп қалам. Шешем жөнінде сөйлеседі. Беті бері қарауы қиын екенін, қамсыз болмау керектігін айтады. Жалқау жайбасар әкем енді ширай бастады. Отын суды дайындап үй маңынан онша көп ұзамайтын болды. Шешемнің көңілін сұрауға келген әйелдер есіктен шығар-шықпастан-ақ ойындағысын айтып қалады. Біткен адам. Мал болмайды дейді. Кім жөнінде екені белгілі. Әлгідей сұмдық сөзді естігенде жүрегім су етіп, ішіме бір қабір үй бірақ кіргендей болады. Шешемнің өлетініне менің де көзім жете бастады. Жылаудан сілесі қатқан Тұрдыбек қалжырап ұйықтап кетеді. Сол кезде шешемнің де бір сәтке көзі ілініп, үй іші тым-тырыс бола қалады. Мен аяғымды ұшынан басып, апатайымның қасына келем. Оның қайғы мен қасіреттен, жанына батқан сырқаттан әбден жүдеп біткен, ал бірақ дәл қазір соның бәрінен де бірнеше минутке тыныштық тапқан жүзіне барлап қараумен болам. Өлімге бет алған адам қандай болады? Шынымен ақ рас па өлетіні? Осыны байқағым, білгім келеді. Шешемнің бір кездегі әдемі нұрлы жүзінде тек бозарған тері ғана қалған. Терінің ар жағынан сүйек көрініп тұрғандай. Әдемі қыр мұрны әрі жұқарып, әрі биіктеп өсе түскен. Кірпігінің талпығы да ұп-ұзын, сәл ғана ашылған қансыз сөзсіз еріндері боп-боз. Екі көзінің алдына өлік таңбасындай сұп-суық болып, көктаңда көлеңке жұққан. Мен өте-мөте осы көлеңкеден қорқып, селкеде қалғандай болушы едім. Үңіліп, көп қарауға дәтім шыдамайды да, тағы да аяғымның ұшынан басып, дереу шегініп кетем. Шешемнің қуағашқа ұқсаған арық денесі жұқалаң көрпе астында бір түрлі ұп-ұзын боп, бейне бір жансыз денедей созыла түсіп жатады. Шешем өледі, менің күнім не болады деген ой күндіз-түні басымнан шықпайды. Жетімдік, панасыздық, өмір бетпе-бет келіп, шабайын деп тұрған қасқырдай сұмдық қорқынышты. Мен оған қандай қайрат көрсетемін? Қалай қарсыласып жан сақтаймын? Тіпті қарсыласа алам ба? Әлі өмір босағасынан сығалап қарамай жатып менің де біткенім, құрған жерім осы болғаны ма? Жетім. Не деген суықта жексұрын сөз. Ауылда ол кезде қаза көп. Құдай тағала өзі жаратқан пендесінің асыл-асылдарын өзі таңдап әкетіп жатады. Бір күні менімен бірге оқитын Қаншайым деген қыздың шешесі өліп қалды. Үйлерінің іші у-шу. Ауыл адамдары жылап келіп жатыр. Абысын ажындары үйге жетер-жетпестен дауыс салып, өз ауылда бастарына көтереді. Топырдың арасымен әлгі үйге мен де бардым. Қаншайым қалай жылап жатыр? Не айтып жылап жатыр? Көрмекшімін. Ертең менің де анам өледі ғой. Сол кезде жөндеп жылай алмасам масқара емес пе? Топырдың арасымен үйге кіріп Қаншайымды іздедім. Қаншайым шешесінің төсегінің үстінде екі бетін қолымен басып алып етпеттеп жылап жатыр екен. Маған бұл бірден ұнады. Тікеден тік тұрып немесе отырып жұртқа қарап жылаудан бетіңді қолыңмен көміп алып жылау тиімді көрінеді. Жақсы болды. Шешем өлгенде мен де өстіп жылайын деген оймен үйден шықтым. Әйтпесе шешем өлгенде қалай жылаймын, не айтып жылаймын деп уайым шегіп жүредім. Ноябрьдің іші, қақаған қара суық, жыртылған қағаз тәрізді далада болар-болмас ағараңдап жатқан қар бар. Мектептен үйге қайтып келе жатырмын.
Ойымда үйдегі бағана таңертең мен кетерде халі күндегіден де нашарлай жөн тартып жатқан шешем. Сабақта отырып та мен шешемді ойлаумен болған едім. Шешемді күтімілдеп жүрген үлкендердің қас-қабағы да бүгін ерекше болатын. Талайдан күткен сұмдықтары тақалғандай абыржысып, ауру адам шындап жөн тартқанда істейтін әрекеттер істеп жатқан. Көрші Киікбай ауылынан Жақай молданы шақыруға тездетіп адам жіберген. Одан кейін не болған мен әзірше білмеймін. Өзіммен өзім боп міне енді мәңгіріп балалардан бір оқшау келе жатырмын. У-шу бірдеңе естілмес пе екен дегендей өзіміздің үй жаққа елеңдеп көз тігемін. Әзірше тыныш секілді. Үйге келдім. Біраз әйел еркек жиналып қалған. 2-3 шалдың ортасында көзі сұмдық жайнаңдаған Жақай молда. Біреулер шешемді қоршалап алған. Маған өте бір жат көзбен қарасады. Жүрегім жаманшылық тақап қалған бірден сезінді. Шүберек сөмкемді терезенің алдына елеусіз тастай беріп дереу сыртқа шығып кеттім. Жаманшылықты көрмейін, оның басқасында болмайын, соңынан бірақ естіейін дедім. Жардың астымен Текестің суын жағалап келе жатырмын. Қайда барам, не істеймін өзім де білмеймін. Тек тезірек үй маңынан ұзап кетсем, ешкімнің көзіне түспесем болғаны. О, Текес, жаным қысылып сасқанда мен саған келіппін. Сен дағы менің анамсың. Кішкентайымнан суыңа шомылып жағаңда өстім. Істерге іс таппай зеріккенде қолдан жасаған жалмансыз тебен қармақпен балығыңды аулаймын. Сөйтіп сенен ермек табамын. Сенімен көңіл көтеремін. Аш жалаңаш жүрсем де ауырмауым, берік болуым, Текес, ол дағы сенің арқаң. Сенің қоймалжың лай суыңа түсе-түсе шынығудың арқасы. Жұрт, Текестің суы арық емес пе, Бердібек балық емес пе, деген сөзді бекер шығармаған. Текес, сен мені балығыңмен асыраған, шынықтырған анам болсаң, және бір мені осы жарық дүниеге алып келген анам үйде хал үстінде жатыр. Ол дағы өзің секілді аяулым қимасым еді. Сол асыл анам бұл дүниенің дізімінен сызылуға жақын жатқан секілді. Осы бір мен үшін тіл жетпес ауыр кезеңді мен оның шырағы жалп етіп сөнген шағын көзбен көріп шыдай алар емеспін. Сондықтан да басым ауған жаққа қаңғып кетіп барам. Айналайын Текесім, ол үшін сен мені кінәлама, кешір. О, ғажап! Адам мен табиғат бір-бірінің тілін түсінетін, бірімен бірі ұғынысып сөйлесетін кез болады екен. Жағасына жырым-жырым мұз тұра бастаған Текес менің басымдағы ауыр халді түсінетіне тәрізді. Менімен кәдімгідей тілдескісі келгендей мұз қабаққа жөңкіп келіп ышқына соғылады. Мұздың үстіне асып шығып құлдыр-құлдыр етеді де қайта шегініп кетеді. Ағынның өз тілінде бұлдырлап бірдеңе айтқандай болады. Не дейді, не айтады? Ана тілін бала қалай да ұғады ғой. Текес ана, мен де сенің не айтып жатқаныңды білемін. Мен осы өлкеге аты мәлім кәрі Текеспін. Мыңдаған жылдар бойы мал мен жанға, даланың аң-құсына сарқылмас сусынмын. Ғасырдан ғасырға созылған ұзақ өмірімнің ішінде менің көрмегенім қалған жоқ. Бәрін де көрдім. Сендей жетімдердің талайының көз жасының куәсі болдым. Балапаным, егілме. Егілгенмен ештеңе өнбейді. Тірліктің осындай бет қаратпас сұрапыл заңы болады. Саған төтеп бере алғандар өмір кешеді де, төтеп бере алмағандар қаусап қалады. Одан да өзіңе өзің берік бол, сілкін де бекін. Жи есіңді, балапаным, қайт үйіңе. Ақымақ болма. Аяулы анашыңның шырағы мәңгілікке сөнетінін біліп өссемсің. Соңғы иек қағысына дейін тым құрса көз алдында болып қоштасып қал. Анаң сенің бұл сапардан енді қайтып келмейді. Сен оның аналық мейірбан жүзін енді қайтып еш уақытта да көре алмайсың. Өкінбей кешікпей тұрғанда қайт. Тезірек қасына жет шешеңнің. Өмірінің ең соңғы минутында, үзілетін шағында ол қалай да сені іздейді. Беркенім, Бердібегім қайда? Әкеліңдерші, көрсетіңдерші дейді. Өзегін жарып шыққан балапаны болғандықтан сенің есіңді бір иіскеп, бетіңнен бір сүюді арман етеді. О дүниеге сенің жұпар иісіңді өзіңмен бірге алып кеткісі келеді. Ақымақ бала, сен осыны түсінемісің, сеземісің? Бойындағы ең соңғы тіршілік қуатын уысынан шығармай, анаң сен үшін, сені бір көріп қоштасу үшін ажалмен арпалысып жатқан білемісің? Қайт үйіңе.
Қайғының қара дүлей жартасы үстіме қаңғыр-күңгір құлап келе жатқандай, текес ананың маған айтып жатқан ақыл өсиеті міне осындай еді. Далада мәңгіріп қанша қаңғырып жүргенім есімде жоқ. Бір кезде үйге қайттым. Өзіміздің үй жақтан жылаған дауыс күтіп елеңдеп қараймын. Әзірше ештеңе естілмейді. Қазір естілу керек. Жүрегім оны анық сезеді де, үй жаққа жолағысы келмейді. Қыстақтың су жақ шетінде өзіммен бірге оқитын Сыдықжан досымның үйі бар. Мен сонда келдім. Сыдықжанның әкесі де, шешесі де мейірбан, жақсы адамдар. Мен бұл үйге былай да жиі келіп тұрамын. Сыдықжанмен ойнап уақыт өткізіп қайтам. Нұрақын үйінде сауым бар. Ақ үзілмейді. Айран сүт ішіп, ішегімнің бір сүйем жері ағарып қалғандай болады. Сырт киімімді де шешпестен Нұрақын үйінде отырмын. Темір пештің арт жағында бір шөңке тұр екен. Соған қалай болса солай жаншылып отыра кеттім. Кенет есікті қатты жұлқып ашып, колхоз председателі Жәкібайдың әрі ерке, әрі сотқар баласы Тілеу кіріп келді. Әлдекімді іздегендей алақ-жұлақ етіп мені көрді де, «Ей, нағып отырсың, шешең өліп қалды» дегені. Төбемнен шатыр етіп аспан құлағандай болды. Әлгінде менің осында кіріп бара жатқанымды Тілеу көрген еді. Отырған орнымнан қалай атып тұрғанымды білмеймін. Аңырап есікке ұмтылдым. Біздің үй әлгі арадан көрініп тұрады, әрі жап-жақын. Есіктің алдына біраз жұрт жиналып қалған, іштен жылаған дауыстар естіледі. Міне, енді енесінен айырылған боташа боздап келе жатырмын. Есіктен кіре беріп, оң жақ босағаға ши құрылып қалғанын байқадым. Өлікті соған салған екен. Аңыраған бойда шидің аузына ұмтылдым. Бірақ әлгі арада тұрған әйелдер жібермеді, ұстап алды. Сосын әнеугі қаншайымша жыламақшы боп, анамның ағаш төсегіне етпеттей барып құладым. Өкіріп бақырып жылап жатқандар негізінен өзіміздің үйдің адамдары. Бибіжамалды дауыс дегенің бар-ақ екен. Ойбой, жеңешау, басия ақылшымау деп аңырағанда үні көктегі Құдайға жетеді. Бөлменің дәл ортасында жерде отыр. Екі бүйірін балуан қолдармен таянып алған. Тебіреніп шынжылап отырғанымды көріңдер дегендей, семіз бетінен 8 тарам боп сорғалаған көз жасын Құдай үшін сүртіп те қоймайды. Сатылған ағайым Тұрдыбекті құшақтап тікесінен тік тұрып жылап тұр. 6-7 айлық жас нәресте аяқ асты нендей сұмдық болып қалғанын біле алмайды. Бас-басына жулаған несі дегендей, жан-жағына бағжаң-бағжаң қарайды. Әкем арқасын қабырғаға тіреп жүресіне отырып алған. Даусын онша шығармай пыш-пыш жылайды. Даладан ойбай салып кірген әйелдер үй ішінде және азырақ ойбайлап жылаған болады да қоя қояды. Сосын біраз уақыт өткен соң сусып шығып кетіп, жаңадан жылап келетіндерге орын босатады. Ертесінде шешемнің денесі ата-бабамыздың талай ұрпағы мәңгілік мекен тапқан жауыр туғандағы бейітке апарып жерленді. Жол шетіне таман жаңа бір жас түмпеш қабір пайда болды да, біраз күн арлы-берлі өткен жолаушының назарына шалынып, мұңлы ой салып жатты. Шешемнің басына қорған соғылған жоқ, ескерткіш тұрғызылмады. Бірдеңе қалқитуға бізде ешқандай шама жоқ еді. Біздің қолымыздан келгені көзіміздің жасын көл етіп жылаусықтау ғана болды. Мәңгілікке көз жұмар кезде шешем жанталасып мені іздепті. Әлгі Бердібек қайда? Бердібек шақырыңдаршы деп сандырақтап жатып менің атымды атай беріпті. Алтын анамның дүниеден қайтар алдындағы бір ауыз лебізін ести алмағаныма күні бүгінге дейін өкініштімін. Қош бол, ғазиз анам. Қазекең айтады-ақ, шешесі жетім, шерлі жетім, әкесі жетім, арсыз жетім. Мен шерлі жетіммін. Шерлі екенім рас. Қайтыс болған шешемді күндіз-түні ойлаймын. Өлі ол мәңгі бақи ғайып болу, жоғалу. Мен енді шешемді еш уақытта да көре алмаймын. Осыны ойлағанда іші бауырым бір түрлі жидіп кеткендей болады. Өлген адам мәңгілік өлмейтін болса, арада 10 жылма, 15 жылма өткенде тіріліп қайтып келсе, мен онда қайғының түпсіз шыңырауына құламас едім. Аяулы шешемнің қайтып келер мерзімін қалайда шыдап күтер едім. Басыма нендей ауыртпалық түссе де төзер едім. Өзімді өзім жұбатар едім. Алтын анам енді 15 жыл түгіл 1000 жыл өткен соңда қайтып тірілмейді. Мен бұны жақсы білемін. Сондықтан да өмірден харманар сүйеніш таба алмаймын. Бәрі бітті, сөнді.
Мен оның бергенімдегі аналық мейірбан сөзін енді еш уақытта да естімеймін. Өзегімді өртеген ащы қайғы оңашада көзімнен моншақ болып домалап кетеді. Бірақ ешкімге көрсетпеуге тырысамын. Сөйтіп жетімдік өмірді бастан кеше бастадым. Жетім деген сөзде нендей суық мағына жатқанына мен бұрын зейін қоймайды екем. Шешем өлген соң енді білдім. Адамның ар-ожданын тілдеуге де дүниеде бұдан қатал, бұдан аяусыз сөз болмайды екен. Үлкендер жетім екенімді аяушылықпен есіме салады. Ал балалар ұрсып қалғанда жетім деп боқтайды. Мен үшін екеуінің мағынасы бірдей. Аяп айтса да, ұрсып айтса да, жетім деген сөз менің жүрегіме қанжар болып қадалады. Дүниеде мен үшін бұдан жексұрын сөз жоқ. Тақиясын қорған тазшадай осы сөз қай жағымнан сап ете қалады деп зәрем ұшып үрейленіп тұрам. Менің осы осалдығымды жаукес балалар өте жақсы біледі. Сәл шексіп қалса, даяр тұрған өзге боқтық сөздің бірін де аузына алмай, ой әкеңнің аузының жетім, шешесін жалмаған қу жетім деп шыға келеді. Болды, мен өлдім, күйреп түстім. Бұдан кейінгі қарсылығым ол арсыздығым. Балалар, мен қымбатты жас достарым, мынау қатал дүниеде әкесі не шешесі өліп жетім қалу секілді бақытсыздық әркімнің ақ басында кездесуі мүмкін. Ол секілді жаны жаралы балалар мүмкін араларыңда да бар шығар. Сендер қанша араз болсаңдар да, оларға жетім деген тажалдай суық сөзді айтпаңдар. Айналайындар, ор соқ төбелес, тіпті етінен ет кесіп ал бірақ әлгідей деп тілдеме. Тағдыр онсыз да аяусыз жазалаған бейшараның адамшылық менмендігін жетім деген сөз біржолата жер етіп таптап кететінін сендер ұғыңдар, аяңдар. Бибіжамал біздің үйге пенде болып жарытпады. Шешем өлген соң аз уақыттан кейін ол Смағұл тәтем екеуі ажырасып кетті. Біздің үй енді кіл еркек тұратын үйге айналды. Кіл еркек тұратын үйде ешқандай береке тұрмайды екен. Түтін уақытылы түтемейді, кір жуылмайды, жыртығымыз жамалмайды. Әкем мен ағаларымның біреуі тезірек үйленбесе болмайтын болды. Бұл жолғы кезек сатылғандікі. Колхозда есепші болып істейтін мырзалауымыз. Солқылдаған жас жігіт бұрын бұл тәрізді бұғалыққа басы ілініп көрмеген. Бір күні аяқ астынан үйленді, сатылған. Нарынқол жақтан түнделетіп бір әйелді алып қашып келді. Аты Әлиман. Күйеуі қайтыс болған келіншек екен. Ерінің туыстары әмеңгерлік жолмен қайнағаларының біріне қоспақ болған. Әлиман оған көнбеген. Өзінен де гөрі жастау көрікті жігіт сатылғанмен қостасып тартып отырған. Әлиман ақылды да мінезді биязы жан еді. Жүріс-тұрысы өте сабырлы. Шешек шығып шұбарлау болып қалған ақшыл өңі сұлу болмағанмен біртүрлі мейірбан, сүйкімді. Қашып кеткен әйелдің соңынан бақан алып қуатын баяғы заман жоқ. Әркім сүйгеніне барады. Қостөбеге аман-есен жеткен соң Әлиман біздікі болып қала берді. Жоқты бар етіп ұқсата білетін алтын саусақ әйелдер болады ғой. Әлиман соның нақ өзі еді. Аш жоқта түтін түтетіп ас пісіреді. Киім жоқта бұрын іске аспай қалған бірдеңелерді жаратып киім жасап береді. Ол келді де біздің үйде бұрын болмаған береке, тазалық орнады. Оның өзімен бірге ала келген біраз төсек орны, дүние мүлкі де бар еді. Солар біздің жаман үйді мүлдем басқа жетіп жайнатып жіберді. Даладан кіріп келгенде мен талайға дейін басқа бір үйге кіріп келгендей әсер алып жүрдім. Бұрынғы ыбырсыған көңілсіздіктің қарасы өшкен. Үй іші тап-таза болып жатқан соң әкем екеш әкем де сырттан аяғын тарп-тап басып кіре бермейтін болды енді. Етігін тазалап сүртіп кіреді. Төрге қорыншақтап әзер шыққандай болады. Кешке қарай ұлтарақ шылғауларын бұрынғыша пештің жан жағына қоңырсытып жайынып тастамайды. Бұрын жоқ жез самауыр, азын-аулақ бүтін шыны шәйнек пайда болған біздің үйде. Таза дастархан пайда болған. Бұлар да жеңгем алып келген мүліктер. Жеңгемнің бейпас қолы тамақты да дәмдетіп істеуші еді. Ол қуырған арпа бидай еш уақытта жалындамайды, бадырап әдемі қуырылады. Ол тартқан талқан ұндай майда әрі әппақ. Ол пісірген нан алмадай қып-қызыл. Сіз Әлиман жеңгемнің қолына бір уыс ұн, бір борша ет қана кеп беріп қараңызшы. Ол одан не істер екен? Бір үйдің іші лықа тоятын, дәмі ауыздан кетпейтін шекеспес деп береді. Жеңгем аз сөйлейтін, дауыс көтеруді білмейтін, ақылға да мінезге де бай адам еді. Киімді таза киінеді.
Басындағы жаулығы қашан көрсеңіздер де шаңқандай әппақ. Көйлекті мол етіп әрі ұзын киеді. Үлкен көрсе алдынан қия басып өтпей, иіліп сәлем беріп тұрады. Әлиман маған өз шешемдей қалтқысыз мейірбан еді. Бір үйге қыдырып барса жетектеп ертіп алады. Дастарханға қолым еркін жететін жерге өзінің қасына отырғызады. Сіз жеңгемнің киім жамағанын көрсеңіз. Жыртық киім оның қолынан өткенде бүтін киім болып шыға келеді. Қайдан тапса да киімнің өз түсіне үйлесімді жамау табады. Ол жамаған жамау киімге біртүрлі сән беретін еді. Кәдімгі ақ киізді сырып ол маған әрі жеңіл, әрі жылы тамаша пима істеп берген есімде. Аяқта бар жоғы білінбейді, шөп жұмсақ. Киіп алсаң өз-өзіңнен жүгіргің кеп тұрады. Тап-тұйнақтай әдепті келіннен именіп, әкем енді таңертеңгі шайға ауы мен бауы салбыраған дабыдан балмен келіп отыруды және қойды. Қайран ғана Әлиман жеңгем. Қайран демей қайтейін, біздің сорлы боп жаралған маңдайымызға ол да сыймады. Әлиман жеңгем сатылғаннан 3-4 жас үлкен еді. Әрі бұрын күйеуде болған адам ғой. Біздің үйдің ел санатына қосылуын көре алмаған іштар ағайынға енді бірінен бірі қағып әкетуге жарайтын өсектің тозбас тобы табылады. Сатылған жігіт болмай жидіп қалсын. Осы елде қыз құрып қалғандай бай өлген қатынды алған нес? Өз теңі табылмағандай сары қарын қатынды алып, не басына күн туды, шешете ме? Әлиманның көрпе жастық дүниесіне қызыққанында. Ағатайымды ағаш атқа мінгізген осы тәрізді шақпа әңгімелер Қостөбеде ысқаяқ желде есе бастайды. Ағайым қайда барса да құйын боп алдын орап жүргізбеуге айналады. 12-де бір гүлі жаңа ашылған жас жігіт бұған әрине намыстанады. Сатылғанның Әлиманға деген жылы қатынасы өзгере бастайды. Сағатбай басқа мектепке ауысып кетті де, оның орнына аяқ-қолы бір тұтам тайпиген өзге мұғалім келді. Аты өзіміз жақсы көретін үйреніскен ұстазбен айырылысу біз үшін ауыр қайғы болды. Міне енді күніміз жатқа қарағандай боп, бұрын сырын білмейтін тосын мұғалімнің алдында отырмыз. Қандай адам, Сағатбайдай сүйкімді бола ала ма, жоқ па? Аты Жұмабай. Екі иығы тұқушиған тәпертек Жұмабайды арт жағынан қараған адам бал екен деп қалады. Басын төмен салып, аяғын тырп-тырп еткізіп, сүйрете басып жүрген жүрісі де құдды бала тәрізді. Бірақ қолтығында күйектей қара папкасы бар. Әне ол тоқтады. Пальтосының сырт қалтасынан әтірден босаған 4 қырлы кішкентай қара флакон алып шықты. Онысы Насыбай екен. Алақанына салып атып тұр. Арт жағынан келе жатқан сенің аяқты сырыңды естіді де жалт бұрылып қарады. Сөйтсем бала емес, беті қатпар-қатпар қартамыш біреу. Жұмабай сабақ беріп тұрып та Насыбай ата береді. Салпиған күнтегерні ішіндегі Насыбайды ауырлағандай салпиып түсіп кетеді. Ара-арасынан еркеткендей сап-сары шірік тістері үнемі көрініп жүреді. Бұл адамның киім киісі де салдыр-салақ. Пальтосының біраз түймелері баяғыда үзіліп құрған. Біразы салбырап түсуге жақын. Менің әкеме ұқсап Жұмабай жазды күні деп сынап қалың киініп жүреді. Үзіліске шыққанда Жұмабай мектептің алдында тәмпиіп тұрып, маңайдан арылы-берлі өтетін ауыл адамдарын іздейді. Көзіне түскен біреуді «Ей, бері кел» деп шақырып алады да Насыбай сұрайды. Насыбай сұрауы әрі өктем, әрі тұрпайы. «Ей, шал, әкел шақшаңды». Өз Насыбайын үнемге сақтайды. Кейде Жұмабайдың Насыбайы шын бітіп қалады. Насыбай атып көңілі жай таппай, ол енді сабақты жүргізбейді. Бір баланы біреуден Насыбай тостаған әкелуге, бір баланы аршаның күлін тауып әкелуге жұмсайды. Содан соң класқа тапсырма береді де, өзі әлгі арада отырып Насыбай жасауға кіріседі. Көк темекінің ағашын бәкімен бипаздап тұрып турайды. Үстіне күл қосады. Сосын таяқпен мыжғылап езе бастағанда, үйдің іші темекінің ащы иісіне толып кетеді. Балалар шетінен түшкіріп қақала бастайды. Талғампаз әйел затының бар мінезіне таң қаламын. Кейде мынау деген әдемі сұлу қыздар өзінен 10 есе төмен сумұрындарға тиеді. Не басына күн туды, неменеге мәжбүр боп тиді, түсіне алмаймын. Жұмабайдың әйеліндей көрікті әйел бұл өлкеде сирек. Сұңғақ бойлы аққұба, алдынан да артынан да қарасаң қарап тұрғың келе беретін келбетті жан. Жұмабай әйелімен қатар келе жатса, бұларды танымайтын адам анау ананың әйелі, анау ананың күйеуі деп тіпті де ойламайды. Жұмабайдың мінезі әрі ұшқалақ, әрі тұрақсыз. Болмашы бірдеңе үшін аяқ астынан бұлқан-талқан болады.
ұстазға лайықсыз боқтық сөздер аузынан молотилканың топанындай атқылайды. Қолы жұмсап ұрып та жібереді. Қымс етсе, жазалауға дайын тұрады. Оның жазасының түрі санаулы-ақ. Класстан тырқыратып қуып шығады, немесе қолыңды тік көтер деп қарсыға тұрғызады. Жұмабай екеуміздің жұлдызымыз ол алғаш келген күннен-ақ жараспады. Үзіліс кезі. Бәріміз есік алдына шыққанбыз. Көктемнің жас иісін тамашалап күн шуақтап тұрмыз. Мен Жұмабайдың артынан таман тұрадым. Аяғымның астына төмпектеу жеркес келіп, бойым Жұмабайдың бойымен теңеліп қалғанын байқадым. Балалардың ішіндегі ең кішкентай тапалмын деп жүрсем, оным бекер екен. Ойыма осы келіп қызықтап бет алдыма тұрған балаларға Жұмабай екеуміздің бойымыз бірдей екенін көрсетіп қутын қақтым. Балалар күліп, мәз болысып жатыр. Еңсемді одан бетер созып, енді тіпті Жұмабайдың төбесіне қарай бастадым. Кенет Жұмабайдың ағаштай қатты шапалағы бетіме сарт ете қалсын. Көзімнің оты сау етіп төгіліп түссін. Мен бұны тіпті де күткен жоқ едім. Соққының қаттылығы сонша бір сәтке кәдімгідей мәңгіріп есеңгіреп қалдым. Сөйтсем, менің сотқарлық қылығымның бәрінде Жұмабай көзінің қиығымен байқап тұрған екен. Құтырам деп таяқ жеп қалған иттей болдым. Балалардың алдында кірерге жер таппадым. Ызадан жарыла жаздап біраз тұрдым да бақырып жылап жібердім. Классқа кіріп кітабымды алдым да Жұмабайды жетатасынан тартып боқтап, енді оқымаймын деп жөнеп отырдым. Оқымау қайда? Ертесінде сатылған ағайым қолымнан жетектеп әкеп Жұмабаймен таныстырғандай болды. Бірақ шекіскен көңілден сыз кетсін бе, Жұмабай осыдан кейін осылай менімен жауығып алды да, болар-болмас бірдеңе істеп қойса мысық көрген итше ыр ете қалатынды шығарды. Көркем әдебиетке, әсіресе өлеңге жасымнан құмар болдым. Құлағыма өлең жыр тыңдағанда ішкен асымды жерге қоятын едім. Хат тани бастаған соң газет-журнал бетінен өлең көрсем төніп түсемін. Оқу кітабындағы өлеңдердің бәрін дерлік жаттап алғанмын. Өлеңді ақындар шығаратынын білем. Ақын жазушы дегенді құдай көрем. 2 кластың оқу кітабында Абайдың «Қыс» дейтін өлеңі бартын. Бір күні Жұмабай маған сол өлеңді оқы деді. Мен зулатып оқып шықтым. Ал айтшы, Абай осы өлеңінде нені жазып отыр, деді Жұмабай. Қысты жазып отыр. Жоқ, дұрыс емес, деді. Мен таңмын. Несі дұрыс емес? Қыс жөніндегі өлең екені тақырыбынан да, мазмұнынан да ап-айқын көрініп тұрған жоқ па? Қане кім айтады, Абай осы өлеңінде нені жазып отыр? Деп Жұмабай енді өзге балалардан сұрай бастады. Олар да қысты жазып отыр, қарды жазып отыр, суықты жазып отыр деген секілді жауаптар айтты. Дұрыс емес. Жұмабай енді өзі түсіндіре бастады. Өлеңді сендер құр өлең деп қарайсыңдар, ол дұрыс емес. Өлеңде мән болады, идея деген болады. Идея деп өлеңнің жасырынып жатқан мазмұнын айтады. Ақындар өлеңді еріккендіктен жазбайды. Өзінің жасырын ойын, яғни идеясын жұртқа жеткізу үшін жазады. Мінекей оқып көріңдер. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Сендер бұны қысты жазып отыр дейсіңдер? Жоқ, қыс емес. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау деген ол бұрынғы ел ханаушы буржуи мен байлар. Соларды жазып отыр. Үсті басы ақ қырау, түсі суық. Байдың түсі суық болмағанда жылы болатын бет. Басқан жері сықырлап келіп қалды. Ақын мұнда байдың жүріс-тұрысын жазып отыр. Және кедейлерге бай келіп қалды. Қазір сендерді сабайды деп ескертіп отыр. Жұмабайдың Абай өлеңін талдап түсіндіруі міне осындай еді. Мен аузымды ашып қажап қалып тыңдаппын. Мұғалімнің сөзін біз Құран сөзіндей көреміз. Оған қалтқысыз сенеміз. Олай болса, өлең жолында мен бұған дейін түк білмейді екем. Мынау мен үшін жаңадан ашылған Америкадай болды. Иә, мен өлеңге шынында да тек өлең деп құлаққа жағымды әдемі сөз тіркесі деп қараушы едім. Өлеңдегі сөздердің ұйқасуына, көзге елестей кететін суреттілігіне қызығатын едім. Тілге жеңіл болған соң жаттап алып айтып жүруші едім. Сөйтсем, өлең ол жай өлең ғана емес екен, жатқан саясат екен. Осы күні жұрт ертеден кешке дейін сөз етегін тап тартысы дейтін мұнда да болады екен. Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда 6 қанат ақ орда үй шайқалды. Жұмабай бұны байдың долданып келіп кедейдің үйін сойылдап сабауы деп түсіндірді. Менің көзіме
Оқтар бытыр-бытыр сынып, қатын-бала шұрқырап жылағандай болып елестейді. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтірмес қайрат қыл, бұз қамалды. Абай мұнда қайрат қыл, бұз қамалды деп нені айтып отыр, білесіңдер ме? Дейді Жұмабай. Жауабын көз айта бастайды. Езілген еңбекші халықты байларға қарсы күресуге, төңкеріске шақырып отыр. Теңдікті қолдарыңа алыңдар деп отыр. Мінекей бұл өлеңде қаншама жасырын мағына жатыр, көрдіңдер ғой? Көрдік дейміз біз. Сұрақтарың бар ма? Сұрақ көп. Ақындар айтайын деген ойын бүркемей, жұмбақтамай ашық неге айтпайды? Сендер әлі баласыңдар, түк білмейсіңдер, дейді Жұмабай. Ол кезде үкімет кімнің қолында еді? Байлар мен буржуйлардың қолында болатын. Ақындар әлгінің бәрін ашық айтса, олар не істер еді? Көздерін жойып жіберер еді, абақтыға тығар еді. Бізге екінші класстың оқушыларына бұл да нанымды. Бұдан былай өлең оқығанда, дейді Жұмабай, құр өлең екен деп оқымай, идеясына түсініп, ақынның жасырын ойын біліп оқыңдар. Шынымды айтсам, осыдан кейін мен өлең атаулыға басқаша қарайтын болдым. Әр сөзді оқимын да, астына үңілемін. Жасырынбақ ойнаған балаша мені тап деп бұғып жатқан идеясын іздеймін. Текстен адам нені іздесе, сол табылады екен. Сонау таршылық заманда ақынның айтпақ боп, бірақ айта алмай кеткен буда-буда ойларын жарыққа сүйреп шығарамын. Оқу кітабында Абайдың жаз дейтін өлеңі бар. Қандай керемет тамаша өлең. Бұл өлеңді оқығанда бұрын менің көз алдыма жаздың тізбек-тізбек ғажайып суреттері келуші еді. Енді осы өлеңді Жұмабай сауатымды ашқаннан кейін оқысам мүлдем басқа. Бұлақтай сыңғыраған әдемі сөз тізбек емес бұл. Әр сөз, әр нүктесіне бас қатырып ойлануды қажет ететін тас түйін сөз жұмбақ секілді бірдеңе. Бір оқып, бір бөгедем, екі оқып, екі бөгедем. Ойын сауық, ойық судан балық аулағандай үңіліп идея іздеймін. Жазды күні шілде болғанда, көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, ақын осында құдай білет байлардың рахатта әсем өмірін сипаттап отыр-ау деймін. Ат айғырлар, биелер бүйірі шығып ыңқылдап, бұл байлардың өзі және әйелдері тамаққа той балады да ыңқыңқ етеді. Арасында құлынтай айнала шауып бұлтылдап. Бұлар байлардың балалары, немере шөбелері. Қайғы қасірет дегенді білмейді. Тек асыр салып ойнаумен уақыт өткізеді. Абай өлеңін мен енді өздігімнен осылай талдай бастаймын. Ақынның қуыная деймін. Өз ойын сол кездегі үстем тапқа байқатпай қалай айта білген. Бірақ өлеңге қызығушылығым бұрынғыдай емес, бәсең тартып барады. Өлең көрсем енді төніп түспейтін болдым. Тіпті өлең атаулыны әлгідей түсінуге қиын машақаты жалтақтығы үшін жек көре бастадым. Дүмше молда дін бұзар деген мақал бар. Жұмабай әрине дүмше еді. Оның кесірінен өзім керемет қадірлейтін поэзиямен талай уақытқа дейін осылайша араз болып жүрдім.